Мінекей, чешек самсамызды жасап болдық. Енді мына духовкамызды со 200 градус айналасына теңшеп, аст үстіне 25 минут айналасында пісіріп аламыз. Мұны енді көңіл бөлетін нәрсе, мынау енді күйіп кетпеу үшін ана ет. Алюмин қағаз бар болса, со алюмин қағазды бетіне қоямыз. Алюмин қағаз отқа күймейді емес пе? Самсаның бетіне қоямыз да, отын жауып пісірамыз. Мінекей, чешек пиццамыз да пісті. Енді көрініс сондай көркем, енді бұның дәмі де жақсы болатынына сенеміз. Барлықтарыңыз істеп көрсеңіздер болды. 30 минут емес 35 минутта пісіріп шығардым мен. Енді өздеріңіздің қаушаңдарыңыздың жағдайына қарай көріңіздер. Сарғайып өз пісқаны белгілі ғой, сол кезде алып жесеңіздер болды.